Күн сайын сәбіз жесе не болады? Бұл көкөністің пайдасы. Сәбіз бүкіл денеге пайдалы және салмақ тастағысы келетіндер үшін таптырмас өнім. Көптеген экзотикалық жемістер мен көкөністерден айырмашылығы. Сәбізді жыл бойы дүкендердің сөрелерінен табуға болады және қолжетімді бағада сатылады. Төмен құнына қарамастан оның пайдасы көп. Көктемде оны авитаминоздың алдын алу ретінде диетаға қосу керек. Осы видеода сәбіздің құрамы және оның 12 пайдасы туралы айтпақпын. Сондықтан лайк басып, видеоны аяғына дейін көруге кеңес беремін. Сонда сіз сәбіз туралы көп ақпарат бере аласыз. Сәбіздің құрамы: 100 грамм сәбізде 35 килокалория, 1,3 грамм ақуыз, 0,1 грамм май және 6,9 грамм көмірсу бар. Тамыр дақылында каротин, В, Е, ПП, К дәрумендері, аскорбин қышқылы және көптеген микроэлемент, калий, фосфор, темір, мыс, йод, мырыш, фтор және хром бар. Ал енді пайдаларына келер болсақ. Бірінші, жүрек пен қан тамырларын нығайтады. Қазіргі адамның тамақтануы идеалдан алыс, ал өмір жолы көп нәрсені қаламайды. Сондықтан қандағы холестерин деңгейінің жоғарылауы сирек емес жағдай. Сәбіз бұл мәселені шешуге көмектеседі. Сондықтан бұл өнім атеросклероз, инсульт, инфаркт қаупін азайтады. Көкөністе қан айналымын жақсартатын калий мен гипертонияны төмендететін және жүректі қорғайтын кумарин де көп. Екінші, иммунитетті күшейтеді. Сәбіз антисептикалық және бактерияға қарсы қасиеттерге ие. Сондықтан бұл өнім иммундық жүйені тамаша нығайтады. Сондай-ақ құрамында лейкоциттердің белсенділігін ынталандыратын аскорбин қышқылы көп. Үшінші, ас қорытуды жақсартады. Сәбіз диеталық талшыққа бай. Сондықтан бұл көкөніс іш қатудың алдын алу үшін тамаша. Ол асқазан мен ішектерді қорғайды. Төртінші, қатерлі ісік қаупін азайтады. Бета-каротин өкпенің қатерлі ісігі сияқты бірқатар қатерлі ісіктердің даму қаупін азайтады. Сонымен қатар талшықтың көптігіне байланысты сәбіз тоқ-ішек қатерлі ісігінің ықтималдығын азайтады. Сондай-ақ шикі сәбізді үнемі жейтін әйелдерде сүт безі қатерлі ісігінің даму қаупі 5-8 есеге төмендейтіні туралы зерттеу бар. Бесінші, көзді қорғайды. Ғалымдар сәбізді жақсы көретіндердің жасына байланысты түнгі соқырлық қаупін 40% төмендететінін анықтады. Бұл бета-каротиннің қасиеті. Тіс дәрігерлеріне барғыңыз келмесе сәбіз жеңіз. Бұл өнімді жеген кезде сілекей белсенді түрде бөлінеді, қызыл иектер ынталандырылады. Осының арқасында ағза кариез бен галитоздың дамуына әкелетін бактериялармен жақсы күреседі. Алтыншы, қандағы қант деңгейін реттейді. Сәбізде қандағы қант деңгейін реттеуге көмектесетін каротиноидтар бар. Дегенмен диабетиктердің есте сақтауы маңызды. Сәбіздің гликемиялық өзгерісі оның қалай дайындалғанына байланысты. Жетінші, теріні әдемі етеді. Сәбіз безеуден зардап шегетін және бөртпелерге бейім адамдар үшін өте пайдалы. Көкөніс құрамындағы А дәрумені теріні нәрлендіруге және ылғалдандыруға көмектеседі. Сегізінші, кесілген жерлерді емдейді. Сәбіздің антисептикалық қасиеттері бар. Сондықтан жаралар мен кесілген терінің жазылу процесін тездетуге көмектеседі. Тоғызыншы, простата проблемаларынан қорғайды. 30 жастан асқан еркектерде простата ұлғаюы жиі кездеседі, немесе кем дегенде жағымсыз белгілерді азайтуға көмектеседі. Оныншы, диареяға көмектеседі. Егер сіз дұрыс емес нәрсені жесеңіз, сәбіз сорпасы көмектесе алады. Бұл тағам ішектерді тыныштандырады. 11-ші, ағзаны тазартады. Сәбіздің холеретикалық әсері бар. Сонымен қатар ол бауырға, бүйрекке және өт қабына пайдалы, яғни табиғи детоксикацияға көмектеседі. Алдағы мақсат 1500 жазылушыға жету. Сондықтан егерде арнаға тіркеліп қоңыраушаны басып отырсаңыз, бұл маған үлкен қолдау болар еді. 12-ші, жүкті және бала емізетін әйелдерге көмектеседі. Орташа мөлшерде сәбіз болашақ аналар мен бала емізетін әйелдер үшін өте пайдалы. Тамыр дақылы емшек сүтінің қасиеттерін жақсартуға және баланың иммунитетін нығайтуға көмектеседі, деп жазады мамандар.